Сәлем достар, сіздермен болған Жұлдызай Тока World арнасы. Достар, бұл бізде сыныптастар екінші бөлім. Сіздерге осы сериал ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып, және де колокольчикті басуды ұмытпаймыз. Ендеше біз сериалымызды бастаймыз. Кеттік. Мадина, саған осы мектеп ұнап жатқан шығар, иә? Бізге қатты ұнайды, еще ауысқымыз келмейді ғой, иә. Осы мектепте біз үш жыл ма әйтеуір жүріп қой, иә. Иә, мен осы мектептің ең үздік оқушысымын. Иә, бірақ екеуміз анда-санда қуатынымыз бар. Соны айтсай. Күшті. Мен енді қатты үздік оқымаймын, бірақ 4-5-ке оқимын. Маған бұл мектеп қатты ұнап жатыр. Иә, бұл мектеп ең үздік мектеп. Маған да қаттырақ ұнайды. Өте күшті ғой. Иә, шынымен де. Жеп болдыңдар ма? Кеттік ендеше мектепті аралап шығайық. Кеттік ендеше. Жүріңдер. Ей, не істеп жүрсіңдер, а? Тез барыңдар сыныптарыңа. Бір нәрсені бүлдірмей жүріңдер. Ақерке, мыналарға қарап жүр, ұқтың ба? Сен үздік оқисың ғой. Журналда бірінші болып тұрасың ғой. Жарайды. Кеттік қыздар. Бұл кім? Мынау мені танымай ма? Мен завучпын. Бар, сыныңа кір бол тез. Ой, кешіріңіз, бұл мектепке новенький келген. Кеттік, кешірім сұраймын тағы да. Кешіріңіз, апай. Барыңдар тез сыныптарыңа. Нервті шығарып. Қыздар, давайте біз бір-бірімізге задание қоямыз. Сондай ойын күшті ғой. Кім ұтылады Зульфадан, соған задание қоямыз. Иә, шынымен де күшті ғой, давайте ойнайық. Иә. Келіңдер, ендеше Зульфа істейік. Зульфа. Не, мен ұтылып қалдым ба? Оля, өз айтуы өз қалған нес. Соны айтам, қатты күлгім келіп жатыр. Қыздар, қойыңдаршы болды. Не болды мазақтап? Айтсаңдаршы енді заданияларыңды. Тоқта, кішкене ойланып алайық, иә? Иә, менде бір ой болып тұр. Мен заданияны күшті қоям ғой. Анау күзетші болып тұрған ағайға, анау ма қап-қара болып киініп алған. Иә, содан барасында маған кәмпит беріңізші дейсің, сіз өте әдемісіз дейсің, мақтап кетесің, короче. Не? Қалайша? Вообще ол басқаша ойлап қалады ғой. Енді айтасың. Соны айтам, барып айтсаңшы. Сен ұтылдың ғой. Соны айтам, баршы. Жарайды. Кеттім. Кеттіңше қызық көрейік. Иә, кеттік. Міне, қызық та басталды. Иә, қандай болады, сізге күшті задание ойлап таптың ғой. Иә, мен күшті заданиялар табам ғой. Ағай, сізге бір нәрсе айтқым келіп отыр. Не болды, қысылмай айта бер. Маған кәмпит бересіз бе? Жарайды ма? Ала ғой, жей ғой. Рахмет. Сіз өте әдемісіз, ақылдысыз, керемет ағайсыз ғой. Сіз маған қатты ұнайсыз. Рахмет. Болды ма? Иә, жараймен кете берейін. Оля, жаман қатты күлкілі болды ғой. Қыздар, қойыңдаршы, болды. Саған ренжіп қалдым, екеуіңе де ренжіп қалдым. Не? Енді өзі ойлап тапқан. Соны айтам, ренжіп кетіп қалған нес. Кешірші, өтінем. Енді өзің ғой, сондай ойын ойнайық деп қоймадың. Енді ұтылдың ғой. Сондай ғой ойынның ережесі. Неге ренжіп атсың? Соны айтам. Енді басқа қандай задание қоямыз, сол қызықты болды ғой. Әрі ойын өте қызықты болды, иә? Иә, ағайға вообще өзіміз айта саламыз, иә? Иә, шындықты өзіміз айта саламыз. Қойыңдаршы, қыздар, бәрібір дұрыс болмады ғой. Басқаша ойлап қалды ғой, ағай. Енді не істейміз?
Ой, қойшы болды, сен кешіресің бе бізді? Я, кешірші, өзіміз ағайға барамыз да барлық шындықты айтамыз. Вообще ұялып қалды ғой ағай, өзін әдемі сияқты санап қалды ғой. Соны айтам, жарайды, болыпты, кешірдім. Ағайдан кәмпитен жейсің ба? Жоқ, жемеймін, қойш. Керек еді соны кәмпитті қап-қара болып. Жарайды. Бұл шын ба? Мен әдемім бе? Мен ақылдымын ба? Мүмкін қазір бір қыздан сұрап көргенмін. Мүмкін дұрыс ба, шын ба, көрейік. Ойбай. Тоқташ. Яғни болды ағай, тез сұраңызшы, нервім кетіп жатыр. Ой, күлкім кетіп жатыр дегенім ғой. Мен осы әдемім бе? Мен ақылдымын ба осы? Айтшы. Ой, тағы біреу күлкімді кетіріп жатыр ғой. Қумаңызшы ағай, бұны кім айтшы сізге? Ойбай, қатырасыз ғой. Сізді кім әдемі деп жүр? Шал болып. Аузың жап сен. Аналар сонда өтірік айтқан ба? Не үшін келіп тұрсыңдар? Сабақтарыңа кіріңдер бар. Ағай, сіз, яғни, Айзеренің сөзіне сеніп қалған шығарсыз, я? Соны айтам, негізі біз ойнағанбыз, задания қойып. Негізі ол өтірік қой. Сендер не? Менімен ойнайсыңдар ма, Мен сендерден үлкенмін қаншама жас. Кіріңдер бол сабаққа, әйтпесе қазір директорге апарам. Тез. Жарайды, негіз сіз Айзеренің, яғни сөзіне сеніп қалмаңыз. Я, болды, сау болыңыз, сабаққа кіреміз. Бұлар да ойнайтындым тауыпты. Тағы да саламатсыңдар ма, балалар? Не? Тағы да өтеміз ба? Соны айтам. Той, кеш қайтатын болдық қой, ерте қайтам ба деп қуанып жүрсем. Той, қайсын сендер айта салыңдаршы. Жарайды, өтейік. Өздеріңнен көріңдер, жаңелде айтсаңдар, сабақты өтіп қоятын едік уже. Сол үшін сабақты өтеміз. Жаңелде 45 минут тұрдыңдар, енді 45 минут менің сабағымды оқисыңдар. Жарайды. Сабаққа барғым келмейді осы. Қоңырау болған соң. Ағай, маған звонып жатыр еді, қазір сөйлескесем бола ма? Тоқта, сосын сөйлесесің, сабақ аяқталып қалды ғой уже. Осы есепті шығарып келеміз. Ендеше сау болыңдар. Кеттім, сөйлесе бере ал. Мен ендеше сөйлесіп келейін. Енді мен бұл сыныпта оқымаймын. Өкінішті досым. Не болды? Соны айтам. Біреу өліп қалды ма? Құмашы, жынды ма, қайдағын айтпай. Енді ол одан да жаман шығар. Не болды? Айтшы, адамның жүрегін ұшырмай. Мен бұл сыныпта болмаймын. Бұл мектепте де болмаймын. Басқа мектепке көшемін. Ата-анам солай айтып жатыр. Өкінішті екен, я. Жаман болыпты. Сені қимаймыз ғой, Конечно, қимаймыз. Бұл пранк. Ха-ха-ха, сендерге игнорғы. Үшеуінің түрін көрдің ба, үш қызын. Ха-ха. Не? Бұл пранк? Вообще игнор жасамаңдар бізге. Соны айтам, кеттік жүріңдерші, бұлардың қастарында жүргім келмейді. Кеттік. Чуголдар вообще-то. Өздеріңе қарап алсаңдар. Той, мыналар не айтып кетті? Достар, осымен менде сыныптастар сериалы аяқталады. Бұл бізде соңғы сериясы. Менің яғни тамағым ауырып тұр, сол үшін менің даусым басқаша болып тұр. Оған мән бермеңіздер, ренжімеңіздер, менің тамағым ауырып жүр. Сол үшін мен сіздерге ауырып жатсам да
видео түсіріп жатырмын. Менің еңбегімді бағалауды ұмытпаймыз. Мен сіздерге ауырсам да видеолар түсіруге тырысамын. Ендеше осы сериал ұнайды деп ойлаймын. Бұл бізде соңғы сериясы. Ендеше сау болыңыздар. Пока-пока.